Баршаңызға сәлем, сіздермен Жанар Баймырзаева. Бүгін 9 сынып оқушылары үшін бірінші, екінші және үшінші топ элементтері және олардың қосылыстары бөлім бойынша жиынтық бағалау тапсырмаларын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма. Теориялық кестеде бірінші топ элементтеріне осылар жатады. Неліктен калий керосин ішінде сақталатынын түсіндіріңіз. Себебі калий белсенді, ауада тотығады. Ауамен контакт болмау үшін керосин астында сақталады. Калий өздігінен ауада тұтанады. Калийдің ауада жануының реакция теңдеуін жазып, оны теңестіріңіз. Нәтижесінде бізде калий оксиді түзіледі. Ал хлормен калий хлориді түзіледі. Келесі, магний бізде сумен әрекеттескен кезде ыстық магний гидроксиді және сутегі газы түзіледі. Әкке бізде суды қолданады. Еріткіш таңдаудың себебі ерітінді алу үшін еріткіш таңдалады. Кальций гидроксидінің электролиттік диссоциация механизмін жазыңыз. Таңбаланған диаграмманы қолданып, алюминийдің металдық байланысына сипаттама беріңіз. Металдық байланыс металл катионы мен электрондар арасында болады. Алюминий неліктен электр тоғын жақсы өткізеді, себебі оның тығыздығы мыстыкінен 3,3 есе көп. Сонымен қатар кедергісі 1,7 есе жоғары, сондықтан да ол электр тоғын жақсы өткізеді. Келесі схемасы, одан кейін себебі құрамда мыс болғасын, ол алюминийге қарағанда дюралюминий құймасы қатты және берік болады. Артықшылығы экономикалық тиімділік, кемшілігі сапасының төмендігі. Алюминий жер қыртысында тек қосылыстар құрамында кездеседі. Алюминий бізде бокситті құрамынан алады. Алюминий өндіру кезінде криолиттің маңызы кенді байытады. Байыту дегеніміз құрамда алюминийдің проценттік көрсеткішін арттыру. Катодта бізде тотықстану процесі, анодта тотығу процесі жүреді. Алюминий оксидінің электролиз кезінде таза алюминий және оттегі газы бөлінеді. Сұрақтар болса, комментарий бөліміне қойып кетсеңіздер, жауап беретін боламын.